Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Талғамы жоғары көрермендерім, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, дастарханда әдемі етіп ұсынуға болатын салатты жасап көрсететін боламын. Ол үшін алдымен 300 грамм ысталған тауық етін майда төркөздерге, яғни кубиктарға турап аламыз. Достар, қазақ контентінің дамуына үлестеріңізді аямай қоса отыруларыңызды сұраймын. Бір банка жүгерімізді бірнеше қабат шайып алып қосамыз. Одан кейін 200 грамм корейлік сәбіз салатын қосамыз. Мен бұл жерде дайын корей салатын алып қостым. Салатымызға майонезімізді қоспас бұрын лавашымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Осындай темір форманың ішіне дәл видеодағыдай етіп салып, қызып тұрған 150 градус пеште сәл кептіріп аламыз. Егер сіздерде әсел пеш болса, сәл температурасын төмендетіп, бақылап қарап отырыңыздар. Лаваштарыңыз күйіп кетпесін. Лавашымыз дайын болуға аз қалған кезде салатымызға шамамен 3-4 қасық майонезімізді қосып, араластырып аламыз. Жақсылап араласқан салатымызды дайын болған лаваштың ішіне салып ұсынамыз. Бұл салатымызға майонезімізді дастарханға ұсынар кезде ғана қосқандарыңыз дұрыс, өйткені салатымыздың суы шығып, лавашымыз езіліп кетеді. Салатымыздың жасалу жолы өте оңай. Бұл салаттың ерекше әсемдік беріп тұратын осы лаваштың корзина ретінде ұсынылғаны. Лавашымызды дөңгелетіп кесіп алғандағы артық қалған лавашымды да мен осылай кептіріп алдым. Оны да мен салатымды әсемдеу үшін пайдаландым. Құрметті менің көрермендерім, егерде сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қызыл подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеомды көре аласыздар. Поделиться батырмасын басып, осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Комментарий бөлімінде де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Осымен біздің өте оңай жасалатын, дастарханда ерекше әдемі көрінетін салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.